Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомда оқушыларға сабақ үстінде қандай заманауи көрнекілік қолдануға болады, сол туралы айтатын боламын. Сондықтан да менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді білдіруді ұмытпаңыздар. 5 класстың Excel оқуының алғашқы беттерінде оқушылардың төменгі класстан алған білімдерін анықтау үшін әртүрлі жеңіл тапсырмалар беріледі. Мысалға, бұл екінші жаттығу сандарға байланысты берілген тапсырма. Осы жаттығуды оқушыларға қандай көрнекіліктер арқылы алуды ойлап, ChatGPT-дің көмегіне жүгінген болатынмын, және ол жерден мен трендтегі ойыншықтарды іздеген болатынмын. Трендтегі әртүрлі 25 жылғы трендтегі оқушыларға арналған ойыншықтардың түрлері шыққан болатын. Оның ішінде Лабубу ең бірінші трендтегі ойыншық, мен оны алдағы уақытта қолданатын боламын. Сондықтан да менің видеомды жіберіп алмаңыздар. Және әртүрлі ойындардың түрлерін мен өзіме түртіп алып, бір ойынға, яғни көрнекілікке тоқталдым. Оны мен өзім PowerPoint-ке жүктеп алдым. Бұны мен 2 дана қылып жасадым. Оның бірін мен сандарды жасап шықтым. Себебі менің тапсырмама қажетті ол сандар. Ал егер сізге әріптер қажет болатын болса, немесе бір жеңіл сөздер оқушылардан сұрағыңыз келсе, түстер туралы сұрағыңыз келсе, сіз сол туралы жаза бересіздер. Мен надпистің көмегіне барып оқушылардың арналған сандарды жасап шықтым. Ал егер сізге әріп қажет болса, мына 1 деген орнына 2 деген орнына сіздер өздеріңіз әріптеріңізді жасап шығуыңызға болады. Өздеріңіздің түстеріңізді, қажетті сөздеріңізді, ағылшынша немесе қазақша сөздеріңізді жасап, оқушыларға осы көрнекілікті әртүрлі тапсырмалар қолдана беруге болады. Одан кейін мен мінекей қиып шықтым. Және бұл жерде көріп тұрсыздар, біреуінде сан жазылған, біреуінде сан жазылмаған. Себебі мен қазір осы сан жазылмаған көрнекілігімді, мына сан жазылған көрнекілігімнің үстіне бірдей қылып қоямын. Және мен екеуін дөңгелекше етіп қиып алып, оларды бір-біріне бекітемін. Сол кезде бекіткен кезде біз ойын көрнекілігіміз айналмалы түрде жүру қажет. Оқушының қолында осы көрнекілікті айналдырып отырып, оқушы кез келген санды ашып қалып, қандай екендігін бір-біріне сұрайды. Ол үшін ашу үшін мен мына жапырақша ретінде оның барлығын қиып шыққан болатынмын. Сол кезде ол санды ашуға өте жеңіл. Және бұны бекіткен кезде жеңіл түрде жіппен де бекітуге болады, немесе бір жеңіл сымдармен де бекітуге болады. Мен бұны жеңіл сыммен бекітіп қойдым. Және ол оқушыға ешқандай зияны жоқ ол сымның. Және қайшының көмегімен мына әрбір тізбектелген жапырақшаларды қиып шыққан болатынмын. Бұл көрнекілікті кез келген мұғалім үй жағдайында жасай алады. Жасалу жолы өте оңай, және PowerPoint-та осы көрнекіліктер сақталып тұрады. Келесі тапсырманы орындау кезінде кез келген тапсырманы сандардың орнына қойып шығып, тағы шығарып оқушыларға көрнекілік ретінде пайдалана беруге болады. Мінекей оқушылар осы көрнекілікті айналдырып отырып, кез келген жапырақшасын ашып, бір-бірінен тапсырманы сұрай алады. Яғни бұл оқушы бір-бірімен жұптық жұмыс жасаған кезде қолдануға болады. Топта 15 оқушы болатын болса, немесе 14 оқушы болатын болса, сіз сабағыңызға 7-ін, 8-ін ғана шығарып келесіз, себебі олар бір-бірімен жұптасып орындайды. Егер де сізге осы көрнекіліктердің электронды түрі қажет болатын болса, комментарийға қажет деп жазыңыз, мен сізге хабарласатын боламын. Егер де менің видеом сізге қандай да бір пайдасы тиген болса, өз пікірлеріңізді білдіріп, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Келесі видеомда кездескенше сау саламатта болыңыздар.